Бер қара, мен саған 2 жылдан бері қақсап жатырмын. Генешка деп айтпа дедім мен саған, а? Керегет шыда, керегет қарасайшы, мен ажырасып кетсем де Генешканы сыйлап тұр. Ё-майо, мен вообще түсінбедім, ше мына. Апа енді сізді ажырасып кетсе де ене деп сыйлап жатыр ғой енді. Жоқса Генешка деген сыйлаған ба сен? Айналайын сөздің парқын түсінсей сен айналайын. Қандай сөз бар? Ай, осындай албасыздай келіндер келеді, қазақтың керемет қасиет сөзіне сөйтіп орысшан жалғап қояды. Сөйтеді де енесін Енешка, тәтесін Тәтешка, апасын Апашка, атасын Аташка, братишка. Ай, соның бәрі ешкі ма сонда? Бұл сыйлап тұрған жоқ қой, малға теңеп тұр ғой бәрімізді. Айналайын балам ау. Ай, қазақта қандай қасиет сөздер бар ғой, қалай айтсаң да өзгермейтін шырағым. Біздің ұлтымыз не қазақ па? Қазақ. Сон керісінше оқыс. Қазақ дұрыс па? Иә, шынымен. Ата деген сөз. Ата. Ана деген сөз де өзгермейді, ене деген сөз де өзгермейді айналайын. Аға, іні деген де өзгермейді. Жеп отқан наныңның өзінде былай айтсаң нан болады. Көрдің ба? Лепешка деген өзгермейді. Қашай бар. Лепешка қатшы ғой. Орысша ғой. Мен өзім сондай қасиет сөздеріміздің соңына ешкіні жалғап қойған. Сен бері қарашы, албасты. Сен әкең не дейсің сен, а? Папа дейін ал. Папа дейді екен, е? Сол папа дегенді керісінше айтшы. Көрдің ба? Асқар таудай әкесін итке теңеп отыр да иттен жыраған. Мамаңды айтпай қояйын. Апа ұятты қойыңыз. Ана чё? Жоқ, енді бірақ. Ана чё? Бірақ. Ана чё, дура, что ли? Жоқ, менікі тура, сен дура.